Assalamu алейкум, құрметті жақсылар. Қалдарыңыз қалай? Дубай қаласындамыз сіздерге Дубайдан жаңалды сәлемдер жар болсын. Ертеңге жақсылар жіберсін иншалла. Дубай Біріккен Араб Әмірлігінің ең үлкен қаласы, астанасы Абу-Даби болғанымен әсем қаласы Дубай болып есептелінеді. Саяхат жасауға ең әсем қаласы бұл Дубай қаласы. Егерде сіз Дубайға барсаңыз, қай жерге баруға басыңыз айланып білмей жатқан болсаңыз, мен сізге айтып өтейін. Ендеше баға беріп тамашалаңыздар. Дубайда болсаңыз, алғашқысында Дубай Фреймге барыңыз. Екінші Сафари шөліне барыңыз. Үшінші араңызда нәзік жандылар болса, Miracle Gardenға барыңыз. Төртінші болашақ мұражайына барып тамашалаңыз. Әрине бесінші ең қызықты Бурж Халифасына барып саяхаттаңыздар. Алтыншы міндетті түрде шомылуға пляжға барыңыз. Кейт Бич. Жетінші Дубай Крикке бар көрсеңіздер болады. Әрине қосымша басқа да қызықты жерлерге баруларыңызға болады. Өз қалауларыңызда. Дегенмен де бастапқы негізгі ең қызықты жерлерді сіздерге көрсетуді жөн санадым. Дубай қаласының әмірі Мұхаммед ибн Рашид Аль-Мактум болып есептелінеді. Қазіргі таңда ең актуалды мәселелерді жасау үстінде адам көріп таң қалады. Құрметті жақсылар, мынау кешкі Дубайдамыз. Артымызда мынау Альмани деген ресторан. Және қарапайым тамақтар, орталықтар салыстырғанда ресторанға көп адам бармайды, шыққан адам барады, бірақ ішіне кірсе екеуі бірдей. Мына артымызда Қырғыз бен Өзбекстанның тамақтарын таудық. Дубайда Орта Азияның тамақтары, машалла. Өзбек пен қырғыздарына үйрену керек. Tandır samsa, qamchi samsa, kaplar degan siz. Ey Allah. Wow. Nega Dubayda жүріп, bizlar осылай o'zbek kuchasida Құрметті жақсылар, Дубайдың ең ұнаған нәрсесін көрсетейін мен сіздерге. Мынаны қараңыздар. Суда қалай тұр су? Қазір. Мына су. Кәдімгідей, мына су, міне су. Яқы шықпайды. Азғана төгіліп тұр. Төбесі полный су. Яқы шықпай тұр. Мына машинаны қараңдар, мощный машина. Дубайдан ерткен машина. Машалла, güzel. Güzel. Машалла. Мощный ма? Қазақстанда жалынды сәлем сендерге. Аптекалардың ішінде бағалары осындай. Грипп болатынымызда 25. Біздегі мынандай сағыздары алдық. 7 дирхам екен. 7 дирхам, яғни етіні 125-ке көмектескен. 1 дирхам 125 теңге 2003 жыл декабрь айымен есептегенде. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان والشيخ خليفة. Достар, әлемдегі ең биік ғимараттар бұл әрине Дубай қаласында. Бір-біріне ұқсамайтын, әртүрлі сәндік өнеріне тән болған Дубай қаласындағы бұл ғимараттарды көріп, адам
тамсанатыны сөзсіз. Сонымен қатар, бұл жерде кез келген адам байып кетуге мүмкіндіктері бар. Неге? Өйткені бұл жерде жеке адамның тапқан табысынан жеке салық салынбайды. Құрметті жамағат, Дубайға келсеңіздер, қызыл белгілерде тұрмаңыздар, ер азаматтар қатысты. Олар тек қана әйелдер отырады. Мына жағында да солай. Әйелдер тұрады. Өйткені ең соңғысы отдельный. Ал қалғандардың есе аралас, мына христиан діні, мына көбінше мұсылман діндегілер, мына әр аралас діндегілер болса, еркектер көбінше солай араласып кіріп отырады. Мына жақта тек қана еркектер байқасаңыздар. Мынау арғы бетте тек әйелдер, балалар. Өмірімді сылдыра олай арғы бетте. Мына жерде Аллах деп жазылған. Құрметті достар, бұл алтын түсті белгі Дубай Фрейм деп аталынады. Кезген қалада оңтүстік пен солтүстік бөліп тұратын үлкен ғимараттың бірі. Астана қаласында да бұндай белгілер бар. Яғни Левиберг, Правиберг деген сияқты. Дубай қаласында да дәл солай бөлінеді. Ендеше бұл жердегі әсемдік қалалар өзінің пальма ағаштарымен, ғимараттарымен, сонымен бірге жолдары теп-тегіс. Сонымен қатар, жол ережесін бұзған адамдарға бұл жерде $1000 жақын айыппұл салынуы мүмкін дейді. Яғни, со жақтағы жұмыс жасап жатқан достарымыздың айтуы бойынша. Бұл алдарыңызда көріп жатқан болашақ мұражайы. Әрине бұған кіріп, болашақ Дубайдың көрінісі қалай болатынын көрсеңіздер болады. Сонымен қатар, бұл жердегі пальмаларда елден ерекше болған жасыл аймақты жерлерде, суларда, гүлдерде адамды өзіне баурап алатыны ақиқат. Әлемдегі ең қымбат қонақ үйлер бұл 5 жұлдызды қонақ үй болса, Дубайда 7 жұлдызды қонақ үйлер бар. Бір қызығы, Дубайда арабтармен салыстырғанда индиялық үндістер өте көп. Қаншама қызықты, қаншама мықты фирмаларда, немесе осының көріп жатқан жеріңіздегі Public Parks дегендегі сатушылар, қызметкерлер, ол индиялық үндістер болып есептелінеді. Сонымен қатар. Құрметті жақсылар, содан кейін сіздерге және бір мәлімет. Дубайға келсеңіздер, Дубайда 2 мезгіл уақыт қана болады. Яғни біріншісі жаз, екіншісі өте қатты ыстық болатын жаз мезгілі. Сентябрь мен февралға дейін кәдімгі біздегідей жаз, март пен сентябрьға дейін өте қатты ыстық болады бұл жерде. Бұл көрініс Дубай Фреймнің ішкі көрінісі. Әрине, биіктен төменге қарау өте қорқынышты. Менде биіктіктен төменге қарау қорқатын әдетім бар, яғни акрофобия. Дубайдың көріністерінің бірі артымызда қалалар. Мынау естеріңізде болса, шарик тәрізде, думалақ тәрізде салынған Дубайдағы музей. Әрбір туылған ұл бала үшін 50.000 ақш доллары беріледі. Ең ғажайып заңы осы. Мынаның жанында Дубайдың машиналарын көрсетейін. Rolls-Royce деген машина. Ашық болсын деп. Дубайға келген туристік адамдар жаңа көліктерді көріп таңғалуда болса, олар тарихи ескі машиналарды көріп, Дубайдағылар таңғалады екен. Әрине біздегі мініп жүрген көліктеріміз көрсек, олар естелік үшін фотоға түсетін болса, ал біздер олардың кереметте көліктерімен фотоға түстік. Әрине, өмір қызық. Достар, және де сіздерге бір қызықты мәлімет айтатын болсақ, Дубайдағы метроларда шофер жүргізуші жоқ. Ең біріншісінде отырмыз. Шықмайды, алға қарай жүріп отырмыз. الخطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. Also das machen wir auf der Heimfahrt. Burj Khalifa'nın altına geldik. Көрінбей жатқан шығар артымызда осылай
Canlar fontan, osçama adam. Жақсы күн, жақсы өмірге себеп болар, жақсы сөз жан дүниеге керек болар. Жаныңыздағы жиналған жақсы адамдар қашанда адамға күш-қуат пен берер болар деп құдай армандар орындалады. Әлемдегі ең биік ғимарат Бурж Халифа ғимараты. I got your cheese. Еркектер әлемде жүргендей болсындар ма? Еркектер әлемде жүрміз. Не деген керемет. Мына жаққа қарай кіріп көрейік. Бурж Халифаның ішіндегісі. Қандай әдемі. Өте керемет.